Қайырлы күн, құрметті әлеуметтік желі пайдаланушылары. Қызылорда облыстық зағип және нашар көретін азаматтарға арналған арнаулы кітапханасының ұйымдастыруымен экстремизмге қарсы күрес тұрақтылықтың негізі атты онлайн лекцияны назарларыңызға ұсынамыз. Әлемде көптеген діндер, ілімдер мен діни идеялар бар. Әдетте, адамның белгілі бір дінді таңдауы тұрақтылықты жері, дәстүрі, ұлты және ата-анасының сенімі бойынша анықталады. 1948 жылы Біріккен ұлттар ұйымы адам құқықтарының жалпыға бірдей декларациясын қабылдады. Оның 18-ші мақаласының бірінде әркімнің ой, ар-ождан және діни сенім бостандығына құқығы бар деген ереже бар. Бұл құқықта өз дінін немесе сенімін өзгерту бостандығы және жеке немесе басқалармен бірлесе отырып қоғамдық немесе жеке діни ритуалды рәсімдерді оқыту, ғибадат ету және орындау кезінде өз дінін немесе сенімін өзгерту еркіндігі жатады. Діни экстремизм терминінің нақты құқықтық белгіленген шекарасы жоқ және ол саяси экстремизм сияқты діни догмалардың арасында қызметін жүргізеді. Экстремизм латын тілінен езіп жаншу, қоғамдық нормалар мен мемлекеттік ережелерге қатысты радикалды түрде терістеу арқылы әрекет жасайтын топтар немесе жеке тұлғалардың теріс пиғылы ісі. Саясатта ең төменгі көзқарасты көрсететін категория. Саясат сонымен бірге басқа таптарға, жіктерге және саясаткерлерге, қауымдастықтарға, билік құрылымдарына және мемлекетке күш қолдау, іс-әрекет қарым-қатынасына құрылған. Жалпы көрінісі бойынша қоғамдағы ерекшеліктер мен заңдылықтарды радикалды түрде жоққа шығарып, соңғы көзқарас пен іс-әрекетке жақын тұрғандығымен сипатталады. Діни экстремизм діни жамылған, діни қызығушылыққа, мемлекеттік құрылымға күш қолдау арқылы билікті күшпен басып алу, мемлекеттік тұтастығына, егемендігіне нұқсан келтіретін, осы мақсатқа сәйкес діни қастандықты қоздыратын іс-әрекет. Дін экстремизм бұл діннің шеткі көзқарас пен іс-әрекетке бағытталуы. Осындай экстремизмнің негізін күш қолдану, қатыгездік, агрессия құрайды. Діни экстремизм бұл діни ықпалдастықтырылған іс-әрекет. Осы мақсатта дін қастандығы, жек көрушілікті қоздырушы, егеменді және мемлекеттің территориалдық біртұтастығын бұзуға бағытталады. Көбінесе ол саяси жағдайларда қолданылады. Діни ұйымдардың мемлекетке немесе басшылыққа конфессиялардың бірінің өкілдері билікке келуі. Діни экстремизмнің пайда болуына алып келетін факторлар халықтың тұрмыс деңгейінің төмен болуы, халықтың діни сауатсыздығы, жұмыссыздық деңгейінің өсуі. Діни экстремизм тақырыбы қазіргі таңда өте белсенді айтылуда. Себебі дін қазіргі жастарға әсер ететін белсенді күштердің бірі болып табылады. Қазақстан халқы, әсіресе жастар жағы, діни ағымдардың кері жағымен де таныс болуы керек. Демек, кез келген соғыстағы сияқты қару-жарақ сатушылықты планетадағы миллиондаған адамдардың есірткіге кіріптарлығын пайдаланып, қыруар қаржы жасаушылықты, геосаяси өркөкіректік пен өзімшіл өлермендікті жоймай тұрып, терроризмді де жою мүмкін емес. Дегенмен біз халықаралық терроризм дегеніміз бар болғаны адамзаттың жасырын дертінің сыртқы көрінісі ғана екенін баршаға айқын сезінуге тиіспіз. Сондай-ақ бұл дерт жеке дара емдеуге келмейді. Ол барша елдер мен қауымдастықтардың ұжымдық бірлестігін қажет етеді.